Сәлем, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің қазір ғана оқып бітірген кітабым «Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт» Камшат Бекжігіттің кітабы. Бұл кітап психологияның Қазақстанға алғаш келуіндегі жазылған алғашқы қазақша кітаптардың бірі. Бұл кітаптың ішінде ойыңды өзгерту арқылы өміріңді өзгерту мүмкін екендігін Камшат Бекжігіт жақсы айқындап техникаларменен жазып жеткізген. Ойыңды өзгертіп, өзіңді тәрбиелеп, өміріңді өзгерте аласың деген. Жалпы бұл кітапта өзінің әлсіз тұстарымен жұмыс істеу арқылы, өзінің жалқаулығыменен жұмыс істеу арқылы өз-өзіңді жеңіп, өміріңді өзгертуге болатынын осы техникалармен, теориялармен айқын жеткізіп жазған кітапта. Көп қателік жасадым деп, өз-өзіңді айыптап, басыңды салбыратып, артқы өміріне қарай берсең, онда алға қарай мүмкіндік табылмайды дейді. Алдыңа қарап, бүгінгі күнмен өмір сүріп, мүмкіндіктеріңді көріп, дәл қазір қандай бір жағдайда отырсаңыз да, дәл сол жағдайдың сіз үшін қайыры бар екенін ұмытпаңыз дейді. Осы кітапта аффирмацияларды, яғни жақсы сөз жарым ырыс екендігін көп айтқан автор. Осы жақсы сөздерді айту арқылы өзінің өмірін өзгерткендігін айтып жеткізген. Яғни тек қана жаман сөздерді тек осы жақсы сөздермен алмастырып, менің өмірім керемет, менің ақшам жеткілікті, мен бүгін бақыттымын, тағы да басқа осындай аффирмацияларды көп айту арқылы өмірін өзгерткен. Яғни адам аузынан шыққан әрбір сөзге ие болса деген, яғни жаман сөздерді айтпай, оның орнына жақсы сөздермен алмастыру керек екендігін айтқан. Сұлумын, мен әдемімін, мен бақыттымын, менің ақшам көп, менің ақшам жеткілікті деген сияқты аффирмацияларды қолданған. Өз-өзіңізге 21 күн эксперимент жасап көріңіз дейді. Тек жақсы сөйлеп, жақсы аффирмациялар айтып көріңіз. Күнделікті болып жатқан өміріндегі кішігірім нәрселерден алғыс айту және жан-жағындағы адамдардың барлығын кешіру сияқты техникаларды жақсы көрсеткен. Одан жан-жағындағы адамдарды жақсы адамдармен өзін айналаңды қоршау, негатившіктерден тазалау сияқты нелерді көп айтқан. Өзіңді біреумен салыстырмай, тек өзіңмен салыстыру керек екендігін айтқан.